Бәріңе сәлем. Бүгін мен кешкі асты дайындау процесін түсірейін дегенмін. Бұл маған мүлдем жаңа формат. Осы видеода тамақ дайындау процесін бірге көріңіздер. Бірінші мен сәбіз ашып турап алдым, картошка, сосын пиязды турап алдым. Айтпақшы, мен нан салма тағамын дайындаудамын. Біз жақта, Шымкент жақта нан салма дейді. Күйеуімнің отбасында күлчетай дейді екен. Короче, сол нан салма бола берсін. Дальше етті ысып тұрған майға салып қуырып жатырмын. Мына жерде әрең томатный пастасын аштым. Помидорын уж қосып қойғам. Бірінші рет осындай озвучка форматта жасап жатқандықтан мен не айтарымды білмеймін. Әйтеуір осы араластырып, сәбізін қосып, приправа, соль бәрін қосып, су құйдым үстінен. Дальше сразу жиналып қалған ыдыс аяқтарды жуып тастадым. Себебі мен жақсы көрмеймін. Көп посудалар, гора посуда жиналғанда мен жақсы көрмеймін. Сразу бәрін жуып тастаймын. Мына жақта қайнанам келді. Жұмыртқамен нан алып келді үйге. Етті жарты сағатқа қалдырып қойған едім. Енді картошкасын қосып, и тағы жарты сағатқа қалдырып қойдық. Мына жерде уже лапшасын дайындап, сразу жұмыртқаны да қайнатып қойдым. Лапшамыз тез 10 минутта дайын болып, уже суын қосып, етін қосып, бәрін уже салып дайындадым. Және үстіне осындай қайнатылған жұмыртқа қойып қойдым. Қасық, ложка бәрін дайындап, апа келіп, екеуміз шай іштік. Сосын қайнанымның достары келді үйге. Пока ауылда өзіміз